айтшы, ауылдың несі бөлек қой бәрі, системасы бөлек, братан сыйлайсың, ініні жұмсау білесің. Асаға жүресің, мына жерде басқаша да елдер, адамдар басқаша. Осы теманы көріп жақсы ауылға көреді, барасың, айта бер. 2-3 жас үлкенсің, тәте деп сыйлап тұрады жаңағы. Үлкенге сондай сразу құрмет көрсетті. Ауылдың вайбы әлі сақталған дейсіз ғой, есігін құлттамай жаңағы кіріп шығып бір-біріне жүре береді ғой. Кіріп иті бос болмаса болды, жүре бересің. Да, иттер байланып тұрады ғой. Ей, датаға кейде итті өзі сыйлап кетеді, ғой ауылдың тұрғыны болса. Просто иттер апасын. жоқ, рас мен енді қалада әңгіме айтпаймын. Көшіп кетсе ауылға онда? А? Көшіп кетсе жоқ, ауылға. енді фундамент сол жақта құйылды ғой, болды ғой, фундамент кетпейді ғой. Сондықтан да Біз қалада өстік қой. Иә, ол Бірақ біз көргенді көрмеген ғой олар. көргенбіз, Ақша үлгердік. Талпа төбелес деген. Ақша жинау деген ол бізден қалған. 150 теңгеден кезінде. Мұхаммеджан система болды ма? Соны айтайық та, қызық болсын. Мектептің атына жиналдың ба? төбелестер, бәрі болды ғой. Стройға отырғызып бір ұрдар. Енді Қызық қой сонда. өмірдің қиыншылығын көріпсіз ғой.